Амал қанша сарылып күткенімен қолға кіретін салтбасты күйеу кезікпеді. Уақыт дегенде ағын судай тоқтаусыз екен. Жылысып өте берді. Орақ сол ұлтуғанмен түсінісе алмай кеткен жылы күзде үйленген. Қазір 5-6 баласы бар. Өзі құмдағы малда ферма бастығы. Анда-санда болмаса ауылға да көп келмейді. Ұлтуған оны анда-санда келгенде сыртынан көріп, аласұрып, астан-кестен күйде боп қалады. Жақыннан оған қарағысы, баядай қойылыстасып жүргісі келеді. Ұлтуғанның ең тәтті қиялы осы. Орақ ендігі келгенде, бұл ұялмай барып, оны оңаша сөйлесуге шақыруды ойлады. Бір кездегі дос адамдар оңаша отырып сөйлессе, онда тұрған не әбестік бар? Мен оны семьясынан бұзайын деп жүргенім жоқ. Отырамыз, сөйлесеміз. Қызық, сонда не сөйлесеміз? Ол мені қолымнан ұстаса ше. Осы тұсқа келгенде ұлтуған өзі қайтерін білмей дал болды. Сонда не деймін оған? Ұлтуған өзінен өзі бетінен оты шығып терлеп кетеді. Қазірде сөйтіп беті дуылдай бастаған. Қойындағы бала аузын сылпылдатып бірдеңе жеп жатқандай болды. Ұлтуған басын көтеріп оған үңіле қараған. Бір ұрты томпайып, аузын сылпылдатады. Езуінен сілекей ағып жатыр жылтырап. Сөйткенше болған жоқ, баланың аузынан мұз конфет домалап жастыққа түсті. Ұлтуған баланың мына сүйкімді қылығына еріксіз күліп жіберді. Шіркін-ай, осындай бір балам болсаншы, деп сыбырлап. Онан соң конфетті алып стол үстіне қойды да, баланы бауырына құшарлана қыса түсіп, көзін жұмды. Дәл кешегі мезгілде таңға жуық оянып кеткен. Көзін бақырайтып ашып алды. Өйткені біреу ауыз үйден жөтелгендей, қырылдап сөйлегендей болды. Шам төбеде шақырайып жанып тұр. Ауыз үйден жөтел тағы шықты. Ұлтуған шошып қалды. Іңірде өз қолымен сыртқы есікті ілгегін салып жатқан. Ендеше бұл не қылған жөтел? Кім кіріп кетті? Баланы оятуға оқталды да, шошытқысы келмеді. Қорқып жатты да қойды. Сәлден кейін ұйқысыраған сөз, қорыл тағы естілді. Ұлтуған жүрек тоқтатып, орнынан тұрды да, іргеде жататын әкесінің 8 өрім қамшысын алып, ауыз бөлмеге шықты. Жыртиған шамды жақты. Мәссаған, әбдірен түбінде, тақыр еденде ұзынан созылып майдан ұйықтап жатыр. Шалқасынан түскен күйі тәтті қорылға басқан. Үқ! Деп кеудесін толтырып, демін ішіне қорылдай таратты, ауызымен уф деп емі шығарады. Үқ! Ұлтуған бірден не істерін білмей абдырап тұрды да қойды. Майдан бүгінде шыпты. Арақ иісі шығады. Сірә әйелінен қашып келсе керек. Есік көзінде майысқақ ұзын сым темір жатыр. Ілгекті сонымен ашқан. Ұлтуған оны түртіп оятып көріп еді, ыңырсып аударылып түскені болмаса, ояна қоймады. Мынау бір пәле болды ғой, деді ұлтуған күңкілдеп. Бірақ ашуланған жоқ. Ашулана алмады. Үйге кіріп қайтадан төсегіне жатты. Ұйқысы қашып, әр нәрсені бір ойлап көпке дейін дөңбекшумен болды. Күйеуге шығуды, тұрмыс құруды, ел құсап балалы шағалы боп тіршілік етуді ойлады. Мұның бәрі де оған тек тәтті қиял, алыс арман ғана боп көрінді. Өйткені мұнымен құрбылас жігіттер әлде қашан тегіс үйлі-күйлі боп кеткен. Тек әйелі өлген, яки әйел шығарған біреулер кезікпесе. Мейлі, қандай болса да, әйтеуір көңіліне жаққан біреу кездессе болар еді. Тіпті ондайлар кезікпеген күнде өзіне ұнаған жігітті әйелін ажыратып деуіне де болады ғой. Мейлі, айыптаған жұрт айттай берсін. Болды адам. Бұның да жүргісі сүйгісі келеді. Үйлі баранды болғысы келеді. Есіне тағы орақ оралған. Қыз көкірегінде аңсау, сағыныш оянды. Әулетті еркек қолының табын сезінгісі келді. Орақ, ең болмаса түсмегіші деп тіледі. Бірақ бұл күні түс көрмеді ме, жоқ па, белгісіз. Өйткені тағы да со терезе түбіндегі торғайлар шырылынан оянған. Аударып түскен кезде ойына ештеңе қалған жоқ.
Тұра сап сиырын сауып өріске айдап, күйбең тіршілікке қайта кірісті. Күн ұзынға есіне әлденеше рет майдан түсті. Пәле сен аулақ, тыйым салу керек екен өзіне, деп қойды. Бірақ майданды көре алмады. Күндер өте берді. Ұлтуған сол бұрынғыдай көрші үйдің баласын қасына бірге алып жатып жүрді. Бала да әбден әк боп қарымға қалған. Тәттіге тойғызбаса жатпайым деп бәлденеді. Бір күні дүкен жабық қоп тәтті болмай қалып еді, әлгі бала ұлтуғанға ермей қойды. Амал қанша, басқа түссе баспақшыл. Ұлтуған ол күні үйіне жалғыз түнеді. Біреудің баласын қашанғы мазалай бермекпін, үйленейін жалғыз жатып деп түйді. Сол түннен бастап ол жалғыз ұйықтайтын болды. Түннің бір шағында оянып алып, сырттан естілген әлбір тықырға құлақ тігіп, елегізіп жататын болды. Таусылмас ойлар біріне-бірі көгенделіп және ғажайды. Әбден қалжыратып сүлесоқ күйге жеткізді. Сондай күндердің бірінде ел орынға отырған кезде еді. Үй сыртынан дүрсілдете жүріп келген адамның аяқ дүбірі естілді де, сыртқы есікті жұлқылағандай болды. Онан соң ілгек сырт ете түсті де, есік сықыр етіп ашылды. Ұлтуған ұшып тұрып ішкі есікті ашып жіберген. Ауыз үйдің босағасында көзін ашып жұмып теңселіп майдан тұр. Саған не керек осы? Не келгіштей бересің? Әлде басынғаның ба? Деді Ұлтуған шаңқылдай айқайлап. Майдан үндеген жоқ. Сүмірейіп теңселіп тұра берді. Кет әрі аулақ, шық үйден. Майдан ештеңе естімеген адамша меңірейіп тұрды да қойды. Ыза болған Ұлтуған жүгіріп барып, іргедегі әкесінің қамшысын жұлып алды да, шық үйден деп, оны иығынан ала шықпырта тартып жіберді. Майдан көзі бағжаң етіп басын бұға берді. Сірә қамшы қатты өтіп кетсе керек. Шық деймін, деп Ұлтуған оны қамшымен тағы тартқан. Майдан сол басын бұққан күйі бүктетіліп босаға түбінде отыра кетті. Үнсіз отырып алды. Иығы ғана селк-селк етеді. Ұлтуған оның жылап отырғанын сезді. Бірақ өзі сол ашуынан қайтқан жоқ. Әлден уақытта майдан бетін басқан күйде деп жас балаша солқылдап жылап қоя берді. Соншалық аянышты, мүсәпір кейіптеді. Кенет Ұлтуған жаны ашып оны қатты аяп кетті. Байғұс-ай, байғұс-ай, пана тұтып келгенде аямадым-ау, деді өзіне көзі де жасарып. Сәлден кейін майдан әзер деп орнынан тұрып тәлтіректеп кетуге ыңғайланған. Қайда барасың енді? Осы 7 түнде жат осында, деді Ұлтуған даусы қалтырап. Сен де бағың жанбаған байғұссың ғой, деді шынымен мүсіркеп. Сөйтті де үшкейден көрпе жастық алып шығып майданға төсек салып берді. Жат енді, тек таңертең ешкімнің көзіне түспей тұрып кететін бұл. Бұл түні Ұлтуған ешбір оянбастан таң атқанша шошымай жақсы ұйықтады. Осы түннен бастап ол анда-санда майдан болса көп күттірген жоқ. 3 күннен кейін-ақ іңір кезінде Ұлтуған кешкі шайын ішіп боп, енді жатқалы отырғанда тәлтіректей басып ақырын ғана кіріп келді. Көзі қып-қызыл. Ішкендіктен бе, әлде жылағаннан ба, кім білсін, кілгіріп тұр. Ұлтуған, кешір мені, кешір дей берді дірілдеп. Кел, отыр. Ұлтуған тұрып терезе перденің саңлауларын қымтап қойды. Шай ішесің бе? Майдан басын изеді. Онан соң Ұлтуған құйған шайды ықылдықтай отырып сораптай ұрттады. 2 ұрттады да кесені әре керіп қойды. Енді басын көтеріп үй ішіне қабырғаларға, заттарға қарай бастады. Ұлтуғанның апасының үлкейтілген суретіне тесіле қарап бір кезде солқылдап жылап жіберді. Марқұм жақсы кісі еді. Талай рет қолынан дәм татып ем. Шыдай алмады. Ұлтуған да жылады. Сөйтіп екеуі өзара туыс, жақын жандардай, бір-бірімен үнсіз ұғысқандай бір жылыста, бір қойды, ұзақ отырды. Ұлтуған шамды өшіріп екеуі қараңғыда және отырды. Артық ауыз бір сөз болған жоқ. Өмірлері өкінішті, екі жан осы отырысымен бір-біріне шағынған, бір-бірін жұбатқан, елжіреу кезгек күйдеді. Екеуі де таңды көздерімен атырды. Осыдан кейін майдан 2 күнде бір Ұлтуғанға келіп ұзақ отырып әңгімелесетінді, сырласатынды шығарды. Ішпей келетін болды. Екеуінің арасында жақсы бір сыйластық, қарым-қатынас басталды. Енді Ұлтуған жатса тұрса майданды ойлайтын.
Несі бар? Момын жігіт, жар болуға лайық, деп қоятын. Сонымен бірге Майданның сөз бастар күнінде асыға күтті. Күткендей-ақ Майдан бірден қараңғыда: «Ұлтуған, мен сені сүйемін», деді. Ұлтуған ләм деместен дір-дір етіп келіп, жігіттің қолын алып, маңдайына басты. Беті дуылдап, басы сәл айналғандай болды. Майдан ұмтылып келіп қараңғыда екінші қолымен қыздың маңдайынан, бетінен сипалап, өзіне қарай қапсыра сүйе бастаған. Есі шыққан Ұлтуған қапелімде өзінің не істеп, не қоярын білмей, дымы құрып, ақырын тұншыға аңырсып, басын шайқады. «Майдан, тоқташы, қойшы», деді. Онан соң екеуі де жүректері дүрсілдеп ұзақ тұрды. Қыз мүлде моп-момақан аянышты халде. Қараңғыда жігітке тесіре қарап, қатты да қалды. «Ұлтуған, сен ренжіп тұрсың ба?» «Жоқ, біртүрлі басым айналып кетті», деп қыз шынын айтты. Майдан оны тағы да өзіне тартқан. Қыз қарсылықсыз жігіт құшағына қарай өзі берілді. Майдан тынысы тарылғанда ентіге дем алып, тағы да сипалап, аймалай бастады. Майдан Ұлтуғанның үйіне қатарынан 2 күн келіп қонған. Ыстық көңілдері тек бірін-бірін ойлап, бір-біріне ынтыға түсуден өзге дүниені тегіс ұмытқан еді. Көп қуаныш, аз бақыттың шарпуы екеуін де еліктіріп, мүлде мас қылған. Сырттарынан аңдыған көз, кінәр тағар сөз бары қапелерінде келген жоқ. Қараңғы үйде әлі де үйренісе алмай, күйіп жанып, ысылап жатып сыбырласады. Бірін-бірін қашан көріп, қашаннан білетіндерін естеріне алады. Бір қызығы, екеуі де бір-бірін көптен іштей ынтық ғашық жандар болып шығады. Тек жақын келіп танысар шақ, табысар сәттің реті келмеген, бұйрық болмаған. Қандай өкінішті. Есіңде ме? Алдыңғы жылы мен бригадир боп, Көкжорғаға мінетінде, сен пішенде шөмеле салып жүрдің ғой. Сонда бір рет кешкісін ауылға қайтарда, «Кел, алдыма мін, атым жуас» деп шақырғанымды жоламай қойдың емес пе? Деді Майдан. «Иә, мен сол сен шақырғанда бара қойсам, ертеңіне ел не дейтін еді? Өзіңде бір мау бассың, тамам жұрттың көзінше шақырып», дейді Ұлтуған оны еркелей жазғырып. «Егер сонда оңаша шақырсам мінер ме едің?» «Мінбегенде?» «Мінер едім. Және сені былай етіп тасқып құшақтар едім де, жібермей қояр едім. Кәне құтылып көрші енді». «Сен менің қабырғаларымды сындырасың». «Сындырмағанды?» «Сындырам». «Майдан, неге осынша арықсың?» «Білмеймін. Қара жұмыс істемегендіктен ғой». «Осы мен ес білгелі сенің аттан түскенді бір көрген емеспін. Біресе есепші, біресе бригадир, ылғи сондай бір ат үстінде жүретін жұмыстарды істейсің. Сен ысықтаған жоқсың ба, Ұлтуған?» «Жоқ. Сен ыстап жатсың ба не? Мен әлі жатайын ба?» «Жоқ, осылай жатайықшы. Сенің етің ыстық, сенің де». Есік алдында дүрсілдей жүріп келген аяқтың дүбірі естілді. Сыртқы есікті жұлқып қалды да сартылдата қақты. Сәнді бала екен. «Ұлтуған! Әй, Ұлтуған, аш есігіңді», деді. Зәре құттар қалмаған Майданда Ұлтуғанда демдерін іштеріне тартып тым-тырыс қана тына қалды. Есік тағы да сатыр-тұстыр қағылды. Ағаш пе, әлде темірмен ұрып тұрған секілді. «Не істейін, ашайын ба?» деді Ұлтуған. «Тссс, үндеме». Есікті біраз тоқпақтаған сәнді бала енді терезеге келді. Ұлтуғанды жер-жебіріне жетіп тілдей бастады. «Тілі мұндай ащы болар ма? Сай сүйектен өтеді». Ұлтуғанды теңемеген мерезі жоқ. «Шығар бері, кәне аны қасында жатқан байымды. Әйтпесе есік тереземді күлпарша қып бұзып кіріп, екеуінің иттерлеріңді бастарыңа қаптаймын», деп зіркілдейді. Бұлар еш дыбыс берген жоқ. Бір-біріне тығыла түсіп жатыр. Буын-буыны суы қалғандай, Ұлтуғанның өне бойы қалтырап кетті. Сәнді баланың айтқан сөздерін жер болып қорлану бар. Өйткені жер бетіндегі әйел заты атаулының ішіндегі барып тұрған бұзығы да, жексұрын да осы сияқты. Мұнан озған сайқалдық, мұнан озған азғын жоқ. Кеше әкесінің көзі жұмылды. Ал бұл болса сол әкеден қалған қара шаңырақты ойран етіп, сайқалдықтың ордасы қып жатыр. Қорыққандікі ме?
Ұлтуған жылай да алмады. Терезе әйнегі салдыр ете түскенде селк ете қалды. Майдан екеуі үрпиісіп ұшып тұрды. Қараңғы үйде қолдарына іліккен киімдерін кие бастады. Терезенің екінші көзі салдыр етіп ұшып түсті. «Міне, әдіре қалғыр, шаңыңды өстіп аспанға қағам», деп долданып алған сәнді бала жерге түскен әйнектерді табанымен күтір-күтір етіп езіп қойды. Сөйлеген сөзі, ентіге алған демі іштеріндегі енді қол созым жерден анық жетіп тұрды. «Мә керек болса, әдіре қалғыр, тағы да», деп сәнді бала қолындағы затымен салып-салқап терезенің қалған екі көзінде күлпарша етті. Онан соң біраз қабы қанғандай ішке қарай баса сұғып, «Ал енді жатыңдар екі жайлеп», деп айқайлап сөйледі де бұрылып кете барды. Қарғап сілеген, шаптық айтқан сөздері көпке дейін естіліп тұрды. Бірте-бірте ауыл көшесіне тыныштық қайта орнады. Терезені түнгі салқын самал жел соқты. Терезе пердені желпілдетіп, үйдің ішіне тыстағы қараңғылықты тықпақтап жатқан сияқты. Майда мен Ұлтуған екеуі екі жерде әлгіндегі бір үйрейлі сәттен естерін жия алмай қалшиып қатқанда қалған. Әуелі Майдан есін жиды. Қараңғыда қарманып жүріп шалбарын іздеп тапқан. Кимек болып бола берген еді, Ұлтуған ұмтылып кеп жабыса кетті. «Кимейсің, бармайсың ешқайда, жібермеймін», деп булығып жылап, Майданы тырп еткізбей құшақтап отырып алды.